Негативті ойдан тазару. Айна алдындағы аффирмация. Сіз қазір басыңыздағы негативті ойлардан арылып, қуанышты, бақытты өмір сүрудің сырларын білетін боласыз. Өз-өзіңізді жақсы көрудің ең бір оңай тәсілі бұрынғы негативті ойлардан тазару. Көңілсіз кездерді еске түсіретін, жағымсыз естеліктермен жаныңызды жаралайтын ойлардан арылу арқылы жаныңыз бен тәніңізді тазалайсыз. Махаббатыңыз ашылып, өміріңізге сән кіреді. Біз қанша жыл өмір сүрсек, сонша жыл өзгелердің өзіміз туралы айтқан жағымсыз ойларын жинап өтеміз. Өйткені біз өзіміздің емес, өзгелердің ойымен өте жиі санасамыз. Олардың ойымен сәйкес болуға, олардың күткенінен шығуға, үмітін ақтауға тырысамыз. Өзгелердің талаптарына сай болуға тырысамыз. Мысалы, балалық шағымызда мынадай сөздерді жиі еститінбіз. Жылауды доғар, сен кішкентай бала емессің, жылама. Сен киімдеріңді лақтырып кетесің, ұқыпсызсың. Сен адам болмайсың, жұрттың баласын қарашы. Біз осындай сөздерді естімеу үшін, жұрттың баласы деген бір ауыз сөзді естімеу үшін, ата-анамыз бізбен мақтану үшін, достарымыз бізбен бірге болу үшін, досымыз көп болу үшін, туысқандардың арасында сүйікті болу үшін, көршілердің арасында әдепті атану үшін барлығын жасайтын едік. Біз өзіміздің қалауымызды емес, өзгелердің қалауын орындайтынбыз. Сонда ғана біз жақсы бала боламыз деп ойлайтын едік. Біз жақсы бала болмасақ, бізді ешкім де жақсы көрмейді деп ойлаушы едік. Ал шын мәнінде біздің қабілетімізге қарап жақсы көрмейді. Бізді ақ адал жүрегімен жақсы көреді. Шынайы сезімімен, бар болмысымызбен жақсы көреді. Біз бұл туралы білмегендіктен қателесуден қатты қорқамыз. Қателік жіберсем сүйкімсіз болып қалам ба деп үрейленеміз. Байқаусызда қателесіп, бір нәрсені дұрыс жасамай қойып, ұрыс естіген кездеріміз де аз емес. Сол сәттен бастап естіген жағымсыз негативті ойлар біздің миымызда жатталып қалады. Бұндай сөздерді тек бір жерден, ата-анадан ғана емес, бірталай жерден, отбасынан, балабақшадан, мектептен, достардың арасынан, көшеден, колледжден, университеттен, жұмыстан, талай жерден біз өзімізге қатысты жағымсыз сөздерді естиміз. Және бұл сөздер біздің ойымыздан кетпей, біздің өз-өзімізді бағалауымызға кері әсерін тигізеді. Біз өзімізді төмен санап, өзімізге көңіл толмаушылық пайда болады. Жағымсыз, негативті ойлармен жұмыс істеу өте маңызды. Өйткені біз жағымсыз ойлар тұрған кезде өз-өзімізді жақсы көруіміз бізге қиын болады. Сондықтан да біз оңашада отырып, бұл ойларды өзімізбен ашық талқылап, осындай сөздерді есімізге түсіруіміз қажет. Жағымсыз ойлардың күштілігі соншалық, басқа адамның бізге айтқан негативті сөздерін қабылдап алып, біз оны өзімізге айтатын боламыз. Егер бұрын бізге сен есеп шығара алмайсың, ақымақсың десе, келесі жолы сол есепті шығара алмай қалған кезде біз өзімізге өй мен ақымақпын деп басқа адамдардың бізге айтқан жағымсыз сөзін біз өзімізге қабылдап аламыз. Қаншама жыл осы ойлар біздің миымызда қатып тұрып қалады. Және бұл біздің өз-өзімізді жақсы көруімізге кері әсерін тигізіп, өзімізге сенімсіздіктің пайда болуына, өзімізге деген өкпе-реніштің пайда болуына келеді. Өзімізге ғана емес, жан-жағымызға, туысқандарымызға, туғандарымызға, тіпті ата-анамызға, мені неге осынша ақымақ қылып дүниеге әкелген, неге мені осыншалық ақылсыз қылып өсірген, Құдай мені неге осыншама ақымақ етіп жаратқан деген негативті ойлар біздің санамызды билей бастайды. Біз өзімізді төмендетіп, өзімізді кемсіткен сәтте, өмір бізге әділетсіз, өмір қатыгез, өмірде әділдік жоқ секілді болып көрінеді. Ал егер біз өз-өзімізді жақсы көріп, біз өз-өзімізді бағалай білетін болсақ, өмір бізге өзінің керемет есіктерін ашып, ғажайыптарын бізге сыйлай бастайды. Бізге бақыт сезімімен қоса байлықты да, қуанышты да, шаттықты да үйіп төгіп береді.
Егер сіз өзіңізді бақытсызбын, жолым болмаған деп есептейтін болсаңыз, бұған ата-ананы, өзге адамдарды, жаратқанды кінәлау оп-оңай. Бірақ басқа жанды, басқа жағдайды кінәлаған кезде біз өспейміз, керісінше өшеміз. Бұл жағдайдан, бұл қиындықтан, бұл келеңсіздіктен, бұл сәтсіздіктен басқа адамдарды кінәлайтын болсақ, ешқашан шыға алмаймыз. Өйткені кінәлаудың ар жағында өкпе-реніш жатыр. Осы маған неге Құдайдың көзі түспеді? Ата-анам неге мені бақпады? Ата-анам неге менің сабағымды қарамады? Мен неге репетиторға бермейді деген секілді ойлар бірінің артын бірін қуалап кете береді. Өкпе-реніш деген бірден ұлғаяды. Негативті энергия, негативті эмоция, от секілді үлкен жылдамдықпен үлкейіп көбейіп кетеді. Бірақ бұл жағдайлар бізге еркіндік бермейді. Біздің еркін самғауымызға, қиялдап армандауымызға өкпе-ренішіміз мүмкіндік бермей, керісінше бізді артқа тартады. Мысалы, шарды алып қарасақ, қолыңызға ұстап тұрған шарды жібере салсаңыз, аспанға ұша жөнеледі. Сіз де тура сол шар секілді аспанға қалықтап, арманның жетегіне еріп, қиялдап, өз арманыңызды жүзеге асырғалы тұрған кезде, сіздің өткенге деген өкпе-ренішіңіз шардың астына байлап қоятын тас секілді жерге тартып, сізді керісінше артқа қарай сүйреп, құрдымға құлдырататын болады. Бірақ өзгелердің жаныңызды жаралаған сөздері келмеске кетті. Бұны енді өзгерту кеш деп ойламаңыз. Еш уақытта да. Өмір бір қалыпты тұрмайды. Өмір алма-кезек. Өмірде неше түрлі таңғажайып оқиғалар болады. Сондықтан да бұрынғы қатып қалған күйден өзгермеймін деп ойламаңыз. Бұл жағымсыз нәрселерді, бұл негативті ойларды, сізді дұрыс бағаламау, сізді кемсіту, сізді төмен түсіру, сіздің сағыңызды сындырған, сіздің бағыңызды байлаған сөздер мен сәттерді өзгертуге болады. 100% өзгертетін мүмкіндігіңіз бар. Мүмкіндік біздің ойымыз бен сөзімізде жатыр. Біздің миымыздың қаншалықты мүмкіндігі бар екенін біле бермейміз. Әсіресе айна алдында өз-өзіңізбен сырласу сіздің барлық мүмкіндіктеріңізді ашады. Өйткені айнадағы өз бейнеңізге қарап, барлығын еске түсіресіз. Өзіңіздің жаныңыздың ауырып тұрған жерін түсінесіз. Сіз айнаға қарап, тек жағымды аффирмация айтып үйреніңіз. Айнадағы өз көзіңізге қарағанда, не нәрсеге көңіліңіз толмай тұр, не нәрсені ұнатпай тұрсыз, соны анықтаңыз. Мысалы, сізге айтылған ақылсыз деген сөз маңдайыңызға жазылып қойғандай болып, есіңізден кетпей қойса, өзіңізді ақтауға тырысыңыз. Мен ақылдымын. Мен жай ғана кішкентай кезімде есепті дұрыс түсінбей қалдым. Қазір мен өз проблемамды шеше аламын деп айтыңыз. Басыңызға сен ұқыпсызсың деген ой келіп тұрса, сіз оны мынадай аффирмацияға айналдырып айтыңыз. Мен ұқыптымын. Мен жай ғана бала кезімде үй жинаудан гөрі ойнағанды жақсы көрдім. Сондықтан мен ойынға асығып кетіп қалатынмын. Ал қазір мен өте ұқыптымын. Жеке өмірімде де, жұмысымда да, оқуда да біліктілікпен, ұқыптылықпен көзге түсіп жүрмін. Өзіңізді кінәлайтын сөздерді тізіп жазыңыз. Одан кейін осы мысалдардағыдай өзіңізді ақтап алыңыз. Сіздің денеңіз жеңілдеп қалады. Видеоның астына комментарийға негативті ойларыңызды жазыңыз. Біз оны позитивті ойға ауыстырып көмектесеміз. Қанша жылдан бері сіздің мойныңызда жүк болып келе жатқан негативті ойлардан тазарған соң, сіздің екінші тынысыңыз ашылады. Өмірге басқаша қарай бастайсыз. Бұрынғыдай өзіңізді кінәламайсыз. Өзіңізді іштен жемейсіз. Өзіңізді лайықсызбын деп есептемейсіз. Сіз өзіңіздің өмірдегі ең үлкен күнәм деп жүрген іс-әрекетіңізге енді басқаша көзбен қарайсыз. Өзіңізді өте жақсы түсіне бастайсыз. Әрине, бұдан кейін өзіңізді қатты жақсы көресіз. Сіз жақсы көруге лайықсыз. Сіз бақытты болуға лайықсыз. Егер видео ұнаған болса, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыз.
Ал одан да қатты ұнаған болса, видеомен достарыңызды бөлісуді жөн көріңіз.